Тоқтаймыз достар, арнада конкурс қалай болады? Ар күні осы суреттерді тапқан адамға 2000 теңгеден салып отыратын боламын. Осы суретті кім, қайсы боксшы? Соны комментарияда жазып қалдырамыз достар. Мен кейінгі видеода жеңімпазды айтатын боламын. Баршаға сәлем достар, сіздермен спорт жаңалықтар. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Чемпион да емес, Канело кіммен айқасқалы жүргенін айтты. Супер орта салмақта әлемнің абсолют чемпионы Саул Канело Альварес мамырда WBO ұйымының уақытша титулына ие британиялық Джон Райдермен айқасатынға ұқсайды деп хабарлайды. Қазіргі таңда белгілі промоутер Эдди Хирн бұл жекпе-жекті ұйымдастырудың бар амалын жасап жатыр. Джон Райдерге мүмкіндік беріледі. Ол тамаша жыл өткізді. Егер Канелоға қызық болса, мен оны Ұлыбританияға алып келуге қуанышты боламын. Бұл Британия боксы үшін ең үлкен оқиға және Альваресте қуантатын болар. Өткені жыл қорытындысы мен жеңістері арқасынан Райдер болған лайықты деп ойлаймын. Сондықтан бұл айқасты ұйымдастыра аламыз деген үміттемін, дейді Хирн. Промоутердің сөзінше, мұндай үлкен жекпе-жек Лондондағы Эмирейтс немесе Вембли стадионында ұйымдастырылады. Ал мексикалық боксшының бапкері Эдди Районсонның сөзіне қарағанда олар бұл жекпе-жекті кет әрі емес көрінеді. Райдер жақсы жеңіс сериясын паш етіп келді. Бірінші жақсы айқас өткізді. Біз бұл жекпе-жекке дайын боламыз. Агрессив және тек алға жүретін боксшымен жұдырықтасу қызықты болады. Промоутер Жәнібектен қашқан мексикалық нокаутшы туралы шындықты айтты. Британиялық белгілі бизнесмен және промоутер Эдди Хирн мексикалық Хайме Мугни аты шықпаған боксшылармен айқаса береді деп сынға алды деп хабарлайды. WBO Әлемханұлы мен Мугни кездесуіне қатысты ресми мәлімдеме жасады. Маған Мугни ұнайды, бірақ оның резюмесі нашар. Бұлай болмайды. Қатты айтқым келмейді, бірақ оның орта салмаққа оты салысымен Димитриус Андрадемен айқасуға мүмкіндік болды. Алайда Хайме жоқ деді. Ары қарай бәсекеге шыдамайтын қарсыластармен жұдырықтасты. Ал жуырда Жәнібек Әлемханұлымен жекпе-жек өткізе алатын еді. Дегенмен қайтадан бас тартты. Командасы онымен не істеп жатқанын түсінбеді. Ол супер жұлдыз бола алады, бірақ қазір істеп жүргені масқара, дейді Хирн. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.